Мінезім сондай, мен осындаймын дейді. қазір соңғы бір жылда кім келді айтыңызшы. Тұңғыш таракан деген шауып жүр таракандар тамақтың арасында. Сонымен мен короче өшірмеймін дедім. 1 миллион астам кредит не төледім ғой деймін. Штраф. Ассалаумағалейкум, құрметті жақсылар, құрметті достар, құрметті оқырмандар. Мінекей Кентау қаласында алғашқы рет бір ауыз сөз атты подкаст бастағалы тұрмыз. Бұл подкасттың басты мақсаты осы Кентау қаласынан шыққан жалпы өнер болсын, кәсіп болсын, тұлға азаматшаларды елге кеңінен таныстыру. Енді бүгін бізде алғашқы қонағымыз қаламыздың блогері, кәсіпкері, енді көп балалы әке, жан жақты бес аспап десем де болады. Мінекей Сәбит Макшев бауырым бүгін арнайы бізде алғашқы подкасттың қонағы. Қош келдіңіз әке. Рахмет. Қысқаша түсіндіріп өтейін, бұл подкасттың басты мақсаты, сіз көрдіңіз бе, көрмедіңіз бе, әлеуметтік желіде, Инстаграм болсын, ТикТок болсын, Кентау қаласында опрос жүрген болатын, яғни сұрақ жауап. Кентау қаласынан шыққан қандай жұлдыздарды біледі? ННМ, сосын Ақбота Нұр. Нәнше? Ақбота Нұр, Кентаудікі. ННН мен Ақбота Нұрды таниды. Қалған Кентаудан шыққан небір мықты азаматшалар, тұлғалар бар, соларды таныстыру мақсатында осы подкастты бастаған болатынбыз. Біздің сізге қояр алғашқы сұрағым, өзіңіз жайлы кеңінен таныстырып өтсеңіз, осы Кентаудың тумасысыз ба, қай мектепте білім алдыңыз деген сияқты. Әке, алғашқы қонақ қылып шақырғаныңа рахмет. Бастап атқан бастамаға Алла берекесін берсін. Құдай қаласа кеңінен таралып, қаралымы көп болып, сұранысқа ие бағдарлама болсын. Енді өзім жайлы айтатын болсам, осы Кентау қаласының тумасымын, 89 жылы туылдым. Қазіргі таңда анам мен әкем дүниеден өтіп кеткен, бірақ дегенімен әкем сол құрылыс саласында, анам сол медицина саласында жұмыс жасады. Өзіміз сол 23-ші мектепте оқып, содан кейін колледжге түстік. Сол жақта білімімізді жалғастырған болатынбыз. Өзім және өзімнен кейін қарындасым бар. Сондай бай Достар, рахмет. Сәке, енді мынау қазір енді көптеген кәсіпті алып жүрсіз ғой, енді сол кәсіпке қалай келдіңіз? Негізі бірінші блогерлікке келдіңіз бе, кәсіпке келдіңіз бе? Негізі бұл мәселе, мен негізінде кәсіпкерлік менде кішкентай кезден бар еді. Бізде мынау бала кезде әкем мен әр нәрсеге баулыған. Наны бақып көр, наны істеп көр, ананы істеп көр деп сөйтті да. Сол кезде бір несінде мынандай біз речкеден балық ұстап алғанбыз. Тиын балық дейтін, сондай балық ұстап алып, сол банкіге бағып, сол нәрседен менің аквариумды балықтарға жаңағы махаббатым ашылып, сөйтіп сол әкем балықтарын сатып әперді. Сол балықтарды бағып, оларды көбейтіп, соларды ауладағы өзімнің достарыма, басқаларға сату арқылы мен алғашқы кәсіпке деген қадам осыдан басталды. Кейін одан кейін асық ойнап, асықты сатып жүрдік, арқар деген болушы еді ғой, бағаланатын. Негізгі кәсіпкерлікке деген қадам сол кезден, бала кезден басталған еді. Әкеңіз себепкер болған екен ғой басты, кішкене қолғанат болды. Әкемнің бұлай маған қатты көңіл бөлген себебі, менен кейін қарындасымнан кейін анам бір сондай клинический смерть болған ғой. Одан кейін уже тууға болмайды дегендіктен, маған әкемнің айтатын сөзі бар еді. Сен жан жақты болуың керек, әр нәрсені біл. Өмірде әртүрлі жағдай болады. Егер де мына нәрсені істей алмай қалатын болсаң, мына нәрсемен наныңды табасың, ертең отбасыңды асырайсың дейді. Соның бір себебінен осы қазір Аллаға шүкір кәсіпкерліктеміз. Рахмет. Енді Сәке, бізде бұрын Икар дейтін телеарна болды. Осыдан 5-6 жыл болған шығар, қазір жабылып қалғаннан кейін қателеспесем. Енді қазір таңда Икар жоқ, бірақ Икардың орнына сіздің өзіңіздің жеке парақшаңыз, енді Кентау Today дейтін парақша. Қазір ол парақшада қанша мың бар, 80 мың оқырман бар шығар, иә? 77 мың оқырман бар. Енді Кентауда қандай жаңалық болады, соның бәрін сол Кентау Today парақшасы арқылы көріп отырамыз. Ол енді мынау әкімдікпен тығыз байланыстасыздар ғой, енді әкімдікпен халықтың арасында көпір болып отырсыздар. Мысалы бір жерде мына жердің жарық сөніп қалды, или болмаса мына жердің жолы жөнделмей жатыр десе, әйтеуір соны түсіріп сіздер жеткізетін органдарға жеткізесіздер. Одан кейін олар өздері жөндеп жатады, жөндейтіндер. Сол Кентау Today парақшасын ашуға қандай себеп болды, қалай аштыңыз? Бұл сол парақша жайлы кішкене айтып берсеңіз. Негізі
бұл кентау жалпы әлеуметтік желіге қалай келгендігімді айтқан дұрысырақ болатын сияқты бірінші. Мен жаңа айтып өткендей, өзімнен кейін қарындасым бар ғой. Мен енді мына колледжде оқып жүрген кезде колледжде оқып жүрген кезде бір келеңсіз оқиғалар орын алып, мен отчислениеға кетіп қалып, біраз қиын қыстау кезеңдерді басынан кешкенім бар. Содан кейін жұмыс істедік, андай қылып, мындай қылып жүрген кезде, семья бала шаға деп жүрген кезінде, менің барлық ойым, арманым, мен өзім бір ойып бір жерден орын алмасам да, менің қарындасым бір жетістікке жетсін деген ойда жүретін әрдайым. Оқысам, сол шоқсын, әйтеуір біз кимеген, ішпеген нәрсені сол маңдай болса деп. Содан мен бір вахтада істеп жүрген кезінде қарындасым ютубтан андай кулинарный канал ашып, сол бастаған екен. Түсіріп жүрген, качествосы онша емес, съемкасы да онша емес, бірақ түсіріп жатыр, түсіріп бастаған. Содан вахтадан келдік та, сонымен ананы дұрыстап түсіру керек, мынаны дұрыстап түсіру керек деп, негізгі әлеуметтік желіге деген қызығушылық содан басталды. Менің барлық мақсатым осы қарындасыма деген көмек берейін, соның просмотрларын көбейтейін, каналының дамуына көмектесейін деген мақсатпен басталған. Сонда әлі есімде 174 мың теңгеге ол кездегі ақшасымен, жақсы ақша, iPhone 5s телефон алып, сол телефонға анам, алла рахымын алсын, ол кісі ол кезде еді, түнгі сағат 4-ке шейін, 3-ке шейін сол бір видеоны түсіретінбіз. Андай софтбокстарды, лайтбокстарды жаңағы қолмен істеп, картонмен істеп, содан басталды. Содан әлеуметтік желінің жалпы алгоритмдері қалай жұмыс істейді, не істеу керек әлеуметтік желіде, сен шығарып жатқан контент кең андай таралу үшін, қаралымы көп болу үшін деген мақсат содан басталды. Осылай келе-келе мынау AliExpress деген сайт бар, Қытайдың сайты, 1001 ұсақ тапсырыс беруге болатын. Сол сайтқа кезіктім, сол сайттан заттар алып сатып жүрдім мен. Вахтада істеймін, вахтадан кейінгі сол заттарды алып жүрдім. Негізгі менікі мақсатты аудиториям әйелдер еді. Кухняға қатысты, жаңағы ұсақ түйектер алдырып сатып жүрдім да. Содан сөйтіп жүріп, Кентау шоп деген аккаунт аштым. Именно Кентау халқы жинап, сол арқылы, сол Инстаграм арқылы сату мақсатында. Сөйтіп жүрген кезінде бір күні досым келді, Шымкентте тұратын досым. Сөйтіп досымды енді машинем жоқ астымда, көлігім жоқ, сонымен бір нағашы ағама өтініш қыламын ғой. Досым келді, Көктөбеге апарайықшы. Кентаудың төбесіне көрінетін көрініс Көктөбе ғой. Көктөбеге апарайын, Кентауды көріп, андай-мындай қылғызайық деп. Сол жаңағыдегі Көктөбеге бардық. Көрініс тамашасына тамаша, бірақ деген жері бар да. Ана жердің қоқысын енді айтылмаймын ғой. Шашылып жатқан не деген қоқыс шашылып жатыр. Сосын бүйтіп қарап көрсем, оны тазалайтын не адамдар жоқ. Оны тазалайын деп жатқан, келіп қолға алайын деп жатқан әкімдік тараптан бір андай іс-қимыл жоқ. Содан жаңағы Дидар нағашыма әлі күнге шейін айтамын, егер де сол жігіт болмағанда бәлкім Кентауда қазір болмас па еді. Мен айтамын, досым шығарып салдым, сөйттім да, тәке, мен қап алып алдым, перчатка алып алдым, мен ана жерге апарып тасташы. Кейін алып кетсең болды. Ана жерін жинап кішкене бір себептерін жасамасам деп. Бір өзің сен не істейсің ғой, жындысың ба, күннің астында, да. Мен қалдырып бере салдым, сол жерге қалдырып кетті да. Кейін ол да өзі барып, перчатка әкеліп, сөйтіп екеуміз басталған нәрсе, соны видеоға түсірдім. Сол видео түсіргеннен былай қарай бір айға жетпей 20 мың оқырман келді. Және әртүрлі саланың адамдары келіп көмектесіп бастады. Біреу келіп өзі көмектесе алмаса да суын әкеліп тастады, қабын әкеліп тастады, біреу мәшинесін тегін әкеліп берді, жаңағыдегідей қоқысты тасуға. Тазалауға. Иә. Сол кезден бастап бұл Instagram Кентау Today деп өзгертіп, бүгінгі Кентау деген өзгертіп, жалпы Кентау халқының әлеуметтік желіде бір жиналатын жері болсыншы деген мақсатпен ашылды. Бұл жердегі жаңағыдегі әкімдікті үйтіп жүрейін, бүйтіп жүрейін деген негізгі мақсат, ондай түпкі мақсат мүлдем болған емес. Ешқашанда мен әлі халыққа қарап, әлде әкімдікке қарап, сендердікі мынандай деген емес. Біз нейтральный зонадамыз. Осы Кентау Today парақшасы сол кезден бастап міне туындап, одан кейін былай қарай біршама іс-шаралар ұйымдастырдық, қалалық масштабтағы, қайырымдылығы болсын, жаңағыдегідей коммерциялық болсын, спорттық іс-шаралар ұйымдастырдық. Сол әлеуметтік желі арқылы тең таралу, танымалдық келуінің артынан кәсіпті де бастайын, кәсіпті істейін деген ойларда келіп, сонымен осы күнге жеткен жайымыз бар. Тамаша, рахмет. Енді кәсіп жайлы айтып қалдыңыз. Алғаш бастаған кәсібіңіз қандай? Қай кәсіп бастадыңыз? Менің бірнеше кәсіптеріңізді білемін енді. Негізі бірінші бастаған. Негізгі алғашқы кәсіп жаңағыдегі бала кездегі кәсіп ол балық қой. Иә, оны түсіндім. Одан кейінгі мынау менде отбасылы болғаннан кейінгі істелінген кәсіп ол мынау құйылмалы балмұздақ. Жомарт Абдурахманов деген ініммен бірге
бастаған гонконгский вафли, соның қасына серіктес болып қосылып, гонконгский вафли қасына құйылмалы балмұздағын қосып, сонда Жомарт екеуміздің кәсіп ашып алдық. Сонда бірінші істеген жаңағы Жомартқа айтып отырмын ғой, Жомарт, бізде 5.000 теңгеден екеумізге қалып отырса, мощный бизнес болады біздікі дейміз ғой. Соны әйтеуір ашылдық, ашылған күні 96.000 теңгеге саудасы әлі есімде ғой, қазіргі де есімде. 96.000 теңгеге саудасы істедік деген мәссаған Жомарт, біз ұрамыз, байымыз деп. Сол бірінші бастаған бастамамыз сол Байылдар аялдамасы, Enjoy вафли, құйылмалы балмұздағымен кейін жанына коктейль қосылды, жаңағы лимонадтар қосылды. Осы алғашқы бастаған кәсіп осы. Бәрекелді. Енді Сәке, мен сізді білемін да, қазір енді одан бері бірнеше кәсіп аштыңыз ғой. Мысалы, тәуекелге қалай барасыз деймін да, не мотивация аласыз, кімнен аласыз, қалай деген сияқты. Мен бүйтіп мынандай екен да, кім тәуекел етпейді, сол мақсатқа жетпейді деген сөз бар ғой қазақта. Мен егерде қазір мен істемесем, оны кім істейді? Егер қазір істемесем, қашан істеймін деген ұстанымдамын да мен. Мен бүйтіп кәсіпті бастаған кезде кәсіптің бірінші нарығымен зерттеймін. Ешқашан көзім жұмып кіріп кете салмаған екенмін кәсіпке. Зерттеп қарап көремін, бұл қаншалықты сұранысқа ие. Бұл нәрсенің сұранысқа ие бола ала ма? Бұл нәрсенің сатылымы болады ма? Деген сияқты нәрселерден. Егер де кішкентай ғана бір процент иә деген жауап болатын болса, тәуекел, Аллаға тәуекел етемін да, сол нәрсені. Ол кезде бастаған кәсібінің барлығында анам өзі үйде болатын, бар еді. Сонда мама, батаңызды беріңіз, мен осыны тірлік бастайын деп жатырмын, сөйтіп сонымен алған қолымды солай бастап кеткен едім. Оның үстіне қасымда жаңа айтқанда қарындасым бар, жаңағы сенімді адамдарым болды да, солар мен поддержка береді ғой деп сөйтіп тәуекел жасап бастап кетіп отырды. Енді Сәке, қазір қол астыңызда неше жұмысшы бар? Қанша адам жұмысқа алып отырсыз? Қазіргі таңда 40-тан асып қалды қазір. Тамаша. Бұл бірнеше сала, оның жаңағы негізгісі общепит саласы болатын болса, одан кейінгісі келіншегімнің супер қатын деп ашқан. Иә, көріп жатыр. Одан кейін Инстаграмдағы Кентау Today бар, оның ішінде де 5 сотрудник бар бізде жұмыс істеп жатқан. Қорған строй бар, сосын Адал құс деген компаниямыз бар, кішігірім бұл B2B сегмент. Біз Түркістан қаласынан жаңағы тауық өнімдерін алып келеміз де, оптом. Бұл жақта кафе, ресторан деген сияқты тойханаларға таратып шығамыз. Сол. Ой, керемет, тамаша. Мінекей қаншама Кентау қаласының тұрғындарына жұмыс беріп жатыр. Жаңа естіп отырсыздар, 40 шақты адам жұмыспен қамтып отыр. Сәке, қосымша тағы да жұмысшылар аласыз ба? Негізі осы айта кетсек, егер осындай маман керек па сізге, өзіңіз ойда жүрген? Негізгі қазіргі таңда мынандай екен да, мен сәл артқа қарай қайтайын, сосын мен осы жұмыс жайлы жауап беремін. Негізінде мен жаңа айтқандай, маған оқырман саны қосылды ғой. Оқырман саны 20 мың оқырман қосылды. Одан кейін 30 мың 40 мыңға кетті. Сол моментте менде былай айтқанда пик болды. Хит болдым, пик болды. И адамның өзіне деген сенімділік пайда болады екен. Мен жүргізіп кетемін. Әлеуметтік желі бар, мынандай бар деген сияқты. Сол моментте менде масштабқа секіріп кеттім да. Мен негізінде сол моментте команданы жинауым керек еді бірінші. Мықты жаңағы адамдар өзінің мамандары бар ғой. Соларды жинап алуым керек еді. Мен жоқ, тәуекел кеттік деп мына жаққа қарай секіріп кеттім да. Біраз қарызға кіріп кеттім. Мен жаңағыдай инвесторлардан ақша алдым, банктан ақша алдым, ана жақтан ақша алдым да. Мына кәсіпті істеймін да, өзінің бидайын өзіне қорам деген сияқты оймен. Сол нәрсе менің біраз денсаулығымның, жүйкемнің кетуіне, отбасымның кішкене шаңырағының шайқалғанына біраз себептер болды. Енді қазіргі таңда Аллаға шүкір, бірнеше кәсіптерді сатып, сол моментте жабуға намыстанып, жүргізе алмай қалдым демей, сатып жіберген жайым бар. Қазіргі таңда мен өзімнің қасыма команда жинап жатырмын. Бұл командада жағы мықты өзінің мамандары. Бір 10 адам жинасам, жас жігіттерден, қыздардан, олардың табыстары кемінде 3 миллион ай сайын табысы 3 миллионнан болатын болса, біздің басты жағы мақсат тек қана пайда көреміз және адамдарға қызмет жасау. Дұрыс. Сервисті жақсарту, продуктыны жақсарту, және сол себеп біздің өзіміздің тауып атқан табысымызды кішкене үлестіргізіп,
мен өзім анамның атынан ашқан қор болатын. Біз енді бұны айтып жариялық қылған емеспін, бірақ бұл қордың басты мақсаты мынандай. Біріншісі кететіні бұл жаңағыдай қайырымдылық деп айтамыз. Қайырымдылыққа сол кішкентай ғана 5-10% ғана қалады. Бұл қаржылай берілмейді, бұл продукты күйінде берілмейді, көмір жаңағыдай квартирасын төлеп тастау деген сияқты. Ең біріншісі бұл жерде кететін, біріншісі қайырымдылық кетсе, одан кейінгісі білімге. Жастар арасында біздегі мақсат білімі сайыстар ұйымдастырсақ деп, біз 2023-2024 жылдары сол нәрсені ұйымдастырдық та, жастар орталығымен қосылып. Бұл жердегі мақсат жастарды білімге баулу. Одан кейін біз спортқа шаралар ұйымдастыру, армрестлинг, күрес, арқан тартыс демекші. Дзюдодан мысалға 2024-те біз жарыс ұйымдастырдық, 220 бала келді, 6 ауданнан 44 орын болды. Одан кейінгісі қала үшін деп атқан нәрсе ойымыз. Бір кездері Кентау қаласында бір түрмеден шығып келген адам кішкентай қызды зорламақшы болды деген бір сөз қатты шулап сондай болды. Ондағы несі, сол нәрсені адамның сол өзінің жаман пиғылын істемекші болғандағы мақсаты бұл ауланың қараңғы болғандығы, камераның жоқ болғандығы. Егер де бұндай ниеті бұзық адамдар жарық жерде және камера тұрған жерлерде олар ешқашан өздерінің жаман пиғылдарын іске асыра алмайды ғой. Менің ойым, арманым, менің мақсатым осы нәрсені, Алла нәсіп етсе осы нәрсеге біз келеміз. Бұл Кентау қаласын қауіпсіз қала қылу. Өте тамаша. Мен істеп отқан кәсіптерден түскен бір пайдасынан бір бөлімін сол камералар орнатуға, жарықтарын орнатуға септігін тигізіп көмек беру ғой. Тамаша, Сәке. Өте керемет. Сосын Сәке, тағы бір нәрсе сұрағым келіп отыр. Осындай жақсы істерді көп өткізіп жатсыздар. Тағы да бір тамаша бұл жоба десек бола ма? Жаңа өзіңіз Жомарт бауырымыз айттыңыз ғой. Жомарт, Нұртаза бауырыңыз үшеуіңіз жұмадағы жігіттердің жақсылығы деген бір тамаша жоба өткіздіңіздер. Қателеспесем 1-2 адамды қасиетті мекенге жібердіңіздер. Сол осы кейінгі жылдар тоқтап қалды, қайтадан бір қолға алу ойларыңызда бар ма? Үшеуіңізден бірге сұрау керек, бір кенде сұрау керек пе? Енді бұл жоба шын мәнінде өте керемет жоба болды. Бұл Кентау қаласындағы біраз жігіттердің жалпы жарнаманы әлеуметтік желіге шығару керектігіндегі бір түрткі болды. Мен енді қазір оны айтсам бірі сенер, бірі сенбес, бірақ Кентау қаласындағы маркетингтің атасы менмін деп өзім айта аламын. Мойындау керек қой. Жомарт екеуміз ең бірінші өзіңнің кәсібіңді әлеуметтік желіге жарнамалау керектігі жайында біз Жомарт екеуміз түсіріп бастадық сол нәрсені. Одан кейінгісін келген кезінде мынау жағы Нұртаза бауырым бар, Жомарт бауырымыз үшеуміз жарнаманы бастадық. Бұл оқиға қалай болды? Бұл менің Сара қызым дүниеге келді. Сара қызым дүниеге келіп жатқан кезінде прямой эфирға кіріп қуанып отырмын ғой енді. Қызым келіншегім босанды, қызым туылды деп прямой кіріп отырсам, ақшалай сыйлық бергім келіп жатыр деп сөйтсем біреу 2000 теңге деді, ат жерді, біреу там 10 000 теңге ат жерді. Нұрекеңде, Нұртазада мен енді сыйлық деді. Сонымен жолығайық, давай осындай қылайық, конкурс сияқты қылайық өйтейік деп идея айтылды. Сонымен машина ойнатамыз ба, телевизор, холодильник ойнатамыз деп сонымен патологым болсын, Умраға жолдама ойнатайық дедік. Оны айтарын айтып алдық. Бірақ Кентауда ондай нәрсе ұйымдастырылмаған. Бірінші сіздер ұйымдастырдыңыз ғой, білеміз, куәміз. Одан кейін оған ақшаны қайдан аламыз деген ой ғой. Сөйтіп сонымен Аллаға шүкір әйтеуір сол жерде отырып, ақылдасып отырып, соны бізге спонсорлар керек, спонсорларды таңдадық, сөйтіп алан қаламен Кентау қаласында алғашқы Умраға жолдама үлкен конкурс, мысалға 100-ден астам адам жиналды ғой жерге. Сондай ұйымдастырып жібердік. Одан кейінгі екіншісінде де дәл сондай адам жинап, ол кезде ДК-ға ұйымдастырдық. Сондай негізгі енді бірақ жаңа айтып өткеніміздей жұмыс көбейді. Мысалға енді Нұрекеңнің тойлары бар, тапсырыс заказдары бар. Жомарт та сол салаға келіп жатыр қазіргі таңда. Менде осы кәсіппен жүргеннен кейін мүлдем жалпы соңғы кезде жарнамаға түсу деген нәрсені өзі тоқтатып тастадық та. Сондай. Ол енді бас қосылып кетсе, сұраныс бар болып жатса түсе береміз ғой. Енді мынандай ғой, заңмен рұқсат етілгенмен, армен рұқсат етілмеген кәсіптің түрлері бар. Ол нәрселерді жарнамаламаймыз. Бірақтан коммерциялық ұсыныс түссе бізге, мынандай істеп көрсетсе біз бара береміз ғой. Жоқ, енді ол жарнаманы түсініп тұрмын ғой, Сәке. Жаңағы жоба 2 рет болды, мен енді қателеспесем, біреу Мәдениет сарайында, біреу Алтын сарайда болды, 2 ретте басқасында болды ғой.
сол жоба тоқтап қалса соны қолға алу ойда жоқ па деп жатырмын да, қайтадан бір сондай бір ауқымды бір масштабный сондай бір керемет. Енді ойда бар ғой, бірақ енді барлық нәрсе айналып келгенде уақыттың еншісінде болып тұр ғой. Оған босай алмай жатырмыз ғой біз. Босай алмай жатырмыз. Мен бос болсам, Нұрекең босамай қалады, Нұрекең босаса, Жомарт босамай қалады, сондай болып жатыр. Бірақ ендігі кезектегі біз деген үй шығар енді. Мәшинені өзім жеке немдік конкурсында ойнаттым. Омырға жолдама ойнаттық. Шетелге ойнатылып жатыр. Ендігі кезекте жаңағыдай. Жоқ, расында соны сіздер тамаша негіз бастап бердіңіздер. Одан кейін осы қазір көптеген магазиндер болсын, или болмаса сатумен айналысатын басқа да мысалы тәтті тағамдар дүкендер болсын, қазір көбісі умра ойнатады, көбісі жаңағыдай Дубайға жолдама. Әйтеуір сіздер шынында бірінші бастап берген сіздер болдыңыздар ғой. Негізі соны енді өзіңіз айтқандай, Құдай қаласа үй ойнатып жатсаңыз қандай бір ғанибет, бір мұқтаж жанға беріп жатса, Құдай қаласа. Енді Сәке, бұл енді біздің алғашқы сұхбатымыз болғаннан кейін енді кем кетігі болуы мүмкін, бірақ енді осы сұхбатпен біз тоқтап қалмаймыз. Бір шақырған адамды қайтадан шақырмау керек деген бізде ондай ұстаным жоқ. Әрі енді талай кем кетігіміз болады. Жаңағы неге кәсіпке қайтып келсек, біз енді басты мақсатымыз өзіңізді елге таныстыру. Одан кейін мысалға шынымен жұмыссыз жүрген жастар болса, или сізден жастар не ала алады, қандай мотивация ала алады, болмаса жаңағы жұмысшы, маған мынандай бір жұмысшы қажет десеңіз, әйтеуір көріп жатқан көрерменге де пайдамыз тисін деп жатырмыз да. Келген көрермен сізден де бірдеңе алса, болмаса жұмысқа тұруға бір мүмкіндігі болса деген сияқты. Енді мынандай да, маған мен сториске сондайға жаңағы ақшаны көп салатын едім да. Сөйтіп анам марқұм сала берме, сөз бар, көз бар, сөз бар, көз бар деп сөйтетін. Сонда бір күні бір адам жазып жіберіпті. Оның ақшаңды мақтанып көрсете бермей, мұқтаж жандарға таратып бермейсің ба деп жазып жіберіпті да маған. Сонымен мен айтқым келіп жатқан, бұл жерде ақшаны мақтанып, негізгі мендегі мақтаншақтық қандай, мен өзіме ондай қасиет менде жоқ. Сен мақтаншақсың деп маған ешкім айтқан емес та. Менің негізгі транслировать ететін меніңкі негізгі ой, меніңкі ол еңбектену. Мен жастарға, адамдарға, ешқандай танысы жоқ, бәкесі, жәкесі жоқ адамдарға мен нені айтам? Жұмыс істе, еңбектен. Менің көкем болған жоқ. Менің бай әке-шешем болған жоқ. Мен әйтеуір әуелі Алла, одан кейін осы анамның маған жасаған дұғасымен еңбектің арқасында мен осындай әйтеуір осы жерге шейін келдік. Сондықтан жастарға да айтатыным, жалпы басқа өзімнің замандастарыма да айтатыным, еңбек бәрін жеңбек. Бірақ еңбектенгенде де адам ауыр жұмысқа ұрыну емес қой. Ауыр жұмыспен адам тек қана денсаулығын құрту мүмкін. Басты жұмыс істеу керек та. Сол менің айтарым осы нәрсе. Сәке, жаңа айтып отырсыз, еңбек ететін. Енді қаншама адамдармен жұмыс жасап отырсыз, өзіңізге ұнамайтын адамдардың ең жаман қасиеттері қандай? Мысалға жолықтыңыз ғой, неше түрлі адамдармен жолығып жатсыз. Енді бес саусақ бірдей емес, біреу жақсы болғанмен біреу жаман деген сияқты. Андай желание жоқ деген сөз бар ғой. Мен стоп сөз бұнда. Желание жоқ деп айтама, бітті, мен оны сөйлескім де келмей қалады ол адаммен. Одан кейінгі көбінесе қазіргі таңда жастарды мен қасыма бірнеше інішектерді қасыма алып көрдім. Істе кел, давай жүр. Сен егер де мына мен осы істеп жатқан нәрсенің бәрін сен менің қасымда жарты жыл, бір жыл жүретін болсаң, сен ар жағындағы өмірің иншаллах жақсы болады деп. Бірақ жастар, қазіргі жастар қалай айтсам екен, көп еңбектенгісі келмейді, бірақ нәтижеге тез жеткісі келеді да. Оңай ақша тапқысы келеді дейсіз. Нәтижеге тез жеткісі келеді. Сондықтан сосын лояльный емес та. Мен мінезім сондай дейді болды. Мен мінезім сондай, мен осындаймын дейді болды. Осындай мен осындай қабылда. Ол ең жаман қасиеттердің бірі деп ойлаймын мен. Сен жақсы емес мінезіңді не үшін мен қабылдауым керек? Біз осы кәсіп жасау барысында адамдарды
өзімізге жаңағы клиент базасын түзу кезінде әрқайсысы ой кешіріңіз сіздікі дұрыс намыстанып ашуың келіп ренжіп тұрсаң да сіздікі дұрыс болды дегізіп сол адамдармен сол бір айлық емес бірнеше жылдық қарым қатынастың салдарынан олар біздің бір ағайын сияқты қазіргі таңда тапсырысын беріп тұрады, біз шығарған өнімдерге сенім артып бағасына қарамастан алып отырады да. Сондықтан менің ең бағаламайтын мен түсінбейтін қасиет ол менің мінезім осындай, жаланиям жоқ деген сөз. Түсіне алмайды екенмін. Енді сәке, енді басқа кісілердің айтып отыр. Жалпы енді өзіңізде бар ма өзіңізге ұнамайтын қасиетіңіз? Өзім мен мынандай ішетін, кейде өзіме ұнамай қалады дейтін кей адамдарда болады ғой енді. Менде де болады мысалға деген сияқты. Осыны істемей ақ қоюым керек еді. Осындай әдетім жаман менің дейді ғой біреулер. Енді қазіргі соңғы кездегі өзіме ұнамай жүрген қасиетім ол еріншектік. Мен денсаулығыма қатысты, отбасыма қатысты бір сондай еріншектіктерім ұстап қалып жатыр. Бұл денсаулығыма қатысты деп жатқаным жаңағыдегі дұрыс тамақтануға қатысты, ұйқыны дұрыстауға қатысты, жаңағыдегі анализдер тапсыруға қатысты болатын болса, отбасына қатысты деп жатқаным бұл балалардың тәрбиесіне лайықты түрде көңіл бөлмей қалу болып жатыр. Таңертеңнен кешке шейін сол жұмыс деп таңертең ерте шығып кетемін. Түнде олар ұйықтап қалғанда келемін, сөйтіп ұйықтаймын. Мен соңғы кездері дәл қазіргі таңдағы сол мені мазалап жүрген нәрсе, көңілімнің толмай жүргені осы мәселелер. Осыған менің көңілім толмайды. Сосын соңғы кездері мынау ашушаңдық. Жүйеге тозған ба білмедім, әлде бір нәрсеге, в общем, 100%-ға ғой сразу. 5-10% деген жоқ, сразу 100%-ға сразу қызыл жанады да. Сол осы тұстарым өзімнің көңіліме шықпай жүр. Сол жерде тыныш үндемей қоя салсам қайтер еді деп қалатын бар енді. Одан бәрін өтесіз деп ойлаймын мен, сіз Құдай қаласа. Сәке, енді алдағы жоспарыңыз қандай? Өзіңіз мақсатыңыз, жоспарыңызбен бөлісе кетсеңіз, алда не жоспарлап отырсыз? Жаңағы енді керемет ісіңіздің шет жағасын айттыңыз, енді осы Кентау қаласын барынша осы камерамен болсын, жарықпен болсын қамтамасыз етуге үлесім қоссам, қауіпсіздігін күшейтсем деп. Енді андай орыстардың сөзі бар ғой. Счастье любить тишину деген. Негізі ол нәрсе дәл қазір менің басыма тиіп жатыр да. Негізгі жоспар қарсыз, сау күйінде адал табыс болса деген жоспар, негізгі жоспар. Өміріме қатысты. Сондықтан енді кәсіпке қатысты болатын болса, кәсіпке қатысты сол жыл сайын кәсіптердің жаңағыдегі 30%-ға табысын, кірісін өсіріп отырсақ, команданы дұрыстасақ деген ғана ойлар ғой енді. В общем, оған кәсіпке қатысты қатты үлкен пландар құрып жатқан жоқпын. Құрып жатқан планның барлығы қазіргі таңда сол рухани дұрыстау, денсаулық дұрыстау, отбасы. Мен осы бір Саят Өндіріс деген бауырымыздың сабағына бардым. Сол жерде бізге 10 жылға мақсат жазғызды. Одан кейін 5 жылға жазғызды, одан кейін 3 жылға жазғызды. Сөйтіп 100 мақсат жазғызды. 100-ден кейін 10-ау, одан кейін 10-аудан кейін 5-еу, 5-еудің соңында 3-еуін жазғызды. Егер де сендегі осы 3-еуіңді, 3 мақсатты сен егер де дұрыстайтын болсаң, сен мына жақтағың барлығы саған оңай болады деп. Мен бүйтіп артқа қарап, ойланып қарап көрсем, мен қаржылай мақсат қоймаған екенмін. Мен жасайтын әрекеттерімнің көбісі ақша әкелетін әрекет емес, ақшаға әкелетін әрекет жасайды екенмін. Мен солай уақытымды құртып алады екенмін да. Бірақ уақытымды құртқанда да бұл маған жаныма рахат әкелетін нәрсе да. Мысалға айта келсек, мысалға бізде моноблок бар. Әр кәсіптің точкамызда моноблоктар бар, ішінде учет жүргізіледі. Сол учетті мысалға мен басында дәптерге жазуға да болар еді ғой. Жоқ, маған сол моноблок қою керек та. Сондай сияқты нәрселермен көп уақытымды, энергиямды құртып қояды екенмін да. Жаңа білім жайлы айтып қалдыңыз, көптеген негізі оқуларға барып жатсыздар ма? Білімге қаншалықты назар аударып жатсыз қазіргі таңда? Өзіңіздің біліміңізді
жетілдіру Негізі, мақсатында. дәл қазіргі таңда адамдар жаңа айтып өткендей ауыр жұмыспен адам тек ауру табады. Адам басын жұмыс істету керек. Біздің дәл қазіргі таңда келгеніміз міне осы жерге келдік. Одан ары қарай біз өсу үшін бізге білім керек. Білім қаржыны басқаруда білім керек. Білім команданы жинауда білім керек. Білім дұрыстап сатуда да білім көп керек та. Сондықтан мен 2026 жылдағы өзіме қойып жатқан мақсатым бұл білімімді жалпы арттыру. Денсаулықты реттеу және отбасына баланс болу мақсатында осы. Рахмет Сәке, көп Алла разы болсын. Енді мынау біздің алғашқы подкастымыз, сұхбатымыз болғаннан кейін енді бісмілләсін өзіңізден бастап жатырмыз. Құдай қаласа бұл бастамасы, бұдан кейін де тағы бір сұхбат жүргіземіз деп ойлаймыз. Әлі мен мынау әлеуметтік желі осы Инстаграм арқылы мүмкін сізге де басқа бір осындай азаматшалардың қоятын сұрақтары бар шығар, жалпы сауалнама жолдаймыз, сұрақ жауап сияқты. Ойында жүрген, сізге айта алмай жүрген мүмкін бір жандардың сұрақтары болса, тағы да сізбен бір кәсіп жайлы, жалпы білім жайлы, басқа да бағыттар жайлы сізбен сұхбаттасамыз деп ойлаймын. Бір ауыз сөзімді жерге тастамай келіп сұхбат бергеніңізге рахмет Сәке, көп. Оғаш жоқ.